Али Имран сүресі 113-119 аяттар. Кітап иелерінің барлығы бірдей емес. Олардың ішінде түні бойы Алланың аяттарын мәнерлеп оқып, сәжде жасайтындар да бар. Олар Аллаға, ақыретке иман келтіреді, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарады және ізгі амалдар жасауға асығады. Ондай жандар салиқалы адамдардың қатарында. Олардың жасаған ізгілікті істері еш уақытта жойылмайды, өйткені Алла тақуа жандарды жақсы біледі. Кәпірлердің жинаған байлықтары да, өсірген балалары да Алланың құзырына барғанда өздеріне ешқандай да пайда бермейді. Олар тозақ отының иелері және де онда мәңгі қалады. Олардың осы өмірде мақтан үшін жұмсаған дүние байлықтары ызғарлы суық жел соғып, жайпап кеткен опасыз қауымның еккен егіні секілді тып-типыл болып жойылады. Әділетсіздікті Алла жасамайды, олар өздеріне өздері жасайды. Уа иман келтірген жандар, өз діндеріңнен бөтен адамдармен тым жақындасып, сырласып, өздеріңе дос санамаңдар. Орайы келсе-ақ олар сендерге зиянын тигізуге даяр тұрады. Олардың шын пейілдері сендерді құрдымға кетіру, өйткені сөйлеген сөздерінен ақ жеккөрініш байқалады, ал жүректерін одан да зор жауыздық жайлаған. Егер де зер салып ұғынған болсаңдар, бұрын да өз аяттарымызда оның айқын дәлелдерін келтірген болатынбыз. Сендер оларды жақсы көргенмен, олар сендерді жақсы көрмейді. Көктен түскен кітаптардың барлығына сендер иман келтірсеңдер, сендерге жолға қалса олар иман келтірдік дейді. Ал өздері жеке қалғанда ызадан зығырданы қайнап өз саусақтарын шайнайды. Ызадан жарылып өлі қалыңдар деп айтқан оларға. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ақиқатын айтар болсақ, Алла олардың көкейіндегі пейілдерді жақсы біледі.